Ұлттық нақыштағы киім элементтері бүгінде заманауи сәнмен үйлесіп, жаңа форматта ұсыныла бастады. Дизайнерлер дәстүрлі ою-өрнекті күнделікті стильге бейімдеп, әмбебап этнобұйымдар жасауда. Бүгін біз этнобаска тігетін боламыз. Бізге ол үшін керекті құралдар джинсы матасы. Бұл бізде негізгі мата болып есептеледі. Одан кейін бізде мынандай қазіргі тренд болып жатқан осындай тор мата болады. Тоқыма жіп керек. Біз осы тоқыма жіп арқылы оюды әдемілеп тігетін боламыз. Өлшеу үшін өлшегіш. Және де бізге қайшы керек болады. Сондай-ақ өзіңіз қалауыңыз бойынша мынадай әшекейлерді қоса аласыз. Мұндай этнобұйымды тігу барысында екі негізгі өлшем есепке алынады: бел айналымы және белден төмен қарайғы ұзындық. Өлшемдерімізді алып болған соң, соған сәйкес мата пішіледі. Барлығын пішіп алдық. Енді біз мына жағына оюды салып, соны тігетін боламыз. Оюды салу үшін бізде осындай арнайы тігінге арналған сабынмен біз салатын боламыз. Осының көмегімен бізде осындай әдемі ою шығады. Оюдың суретін дәл осылай салып болған соң, оны тоқыма жібімен тігін машинасында бедерлеп, айналдырып тігіп шығамыз. Одан соң, екінші бөлікке тор матамызды қойып, қалған қиындыларды біріктіреміз. Біз джинсы матаны, бұл мата өте шетінеп кете беретін мата болғандықтан, жан-жағын оверлок машинкамен тігіп шықтық. Өздеріңіз көріп тұрғандай, одан кейін біз бұны үтікпен басып, тік тігетін машинкамен жан-жағын тігіп шығатын боламыз. Матаның шеттері өңделіп үтіктелгеннен кейін тік тігін машинасында қайта тігеміз. Бұл әдіс бұйымның ұзақ уақытқа шыдамды болуына мүмкіндік береді. Келесі кезеңде үстіңгі және астыңғы бөліктер біріктіріледі. Белдік бөлігі этнобұйымның ұзындығымен сәйкес болуы тиіс. Оны алдын ала түктеп, екі жағына бірдей көлем етіп біріктіреміз. Соңында осындай әдемі әшекейлерді дәл осылай қолмен қалаған жерімізге тігіп шығамыз. Біздің этнобаскамыз дайын болды. Бұл этнобаска бізде әмбебап болып табылады. Біз шалбардың сыртынан, көйлектің сыртынан, юбканың сыртынан кие берсек болады. Нәтижесінде дәстүрлі ою мен заманауи материалдар үйлескен стильді этнобұйым дайын болды. Ол образ